Баяғыда Кендебай деген батыр өмір сүріпті. Оның Керқұла атты тұлпары бар екен. Ханның қазынасын ұрлаған сөз жұтқыш елдің сөздерін бытыратып жүр екен. Қазақ тілінің сөздерін сөз жұтқыштан құтқару үшін Керқұла атты Кендебай жолға аттанады. Сол кезде ол басқа күрделі сөздерді кездестіреді. Ең бірінші біріккен сөздер жолығады. Мен бұрын екі бөлек едім. Қазір сөздерді біріктірдім. Бізді қатар-қатар дейді. Біз екі сөзден тұрамыз, бірақ бір ойды күшейтеміз. Мен бөлек тұрсам да, бірге бір ұғымды білдіремін. Мысалы, 12 көк ала. Ұзақ сөйлеуге уақыт жоқ. Мен қысқартып айтамын. ТМД, ОБТ. Тіркескен, біріккен, қысқарған, қосарланған батырларды Кендебай ертіп алып, сөз жұтқышқа қарай аттанады. Осылайша батырлар бірігіп, сөз жұтқышты жеңіп, қазақтың сөздерін қайтарады.